Күннің асас вақалар ақта тариф етмеге азырмы. Студияда мен Ленуза Бурсейтова чалышам. Хайрлы ақшамлар. Керечте миқияслы талақа тешкіл етілді. Фелакет девамында зарар көрген соқақларны темізлемек үшін құружылық ве мимарлық назирлігінің, медениет муэсселерінің хадимлері, гөңіллер, ерлі сакинлер ве Единая Россия ферқасының мебуслары чықтылар. Тек бір күн девамында 4000 кубометр чөплік чықары болдылар. Темізлік десантында бізім мұхбірлерімізде қошылды. Чөплік обалары, лескерлер, тырнавучылар ве экскаваторлар керечте миқияслы талақа кече. Чоқысы азбарларда аляда келімлер ве мебель құрытыла. МЧС хадимлері ве гонулілернен біраберлікте зарар көргенлер евлеріні таш ве кірден бошаталар. Девар кағытларыны ве чүріген табанларыны көчүрейлер. Bir kaç kun asılda kırıp olmadık. Son keldik, lay katı 15 santimetrге yakın pis kokulu. Bu kanalizasyada. Bunu çekip çıkaraganca bayağı çıkıştık. Şimdi de yardım eteler. Men arbeycilerge ve volontörlarga teşekkürler bildireyim. Фелакет девамында 300-ге якын шақси ве чоқ квартиралы евны су басты. О вақыт 40 000 адам электрикасыз 25 000 есе ичімлік сусыз қалдылар. Шымды енді бұ қиынлықлар кечміште қалды. Күчлі су басып 16-дан 17-сіне кечер геже башланды. Яғмур тоқтамы яғғаны себебінден Мелек Чешме өзені таштым. Шернің меркезі Кичік Венецияға чеварылды. Қараман шерні бұтын дүния жиыштыра. Гоныллерден бірі Николай Путилин, одысларынен Ахмеджеттен келді. Шымды бізе Чернышевского соқағыны жиыштырмақ вазифесі берілді. Ана, өзіңіз бақыңыз, мекес не қадар. Ершейні япмақ керек. Шерні лайдан, чамур ве құмдан темізлемек вазифе. Темізлік шерінің 5 эса зонасында кечірілі. Ең ағыр дамарталардан бірі және Дудник соқағы. Бұл ерде Жүмхури құручылық ве мемарлық назирлігінің 500-ден зияды хадимы чалыша. Бүгін біз гидротехник иншаатлар керішінде өзенлеріні темізлейміз. Тықалып қалмасын деп. Жұма әртесі базар күнлері чалыштық. Аман-аман бұтын шерні лескерлернен темізледік. Тек бұл район қалды. Және Дудник соқағы ең ағыр. Бүгін біз мұнда бұйық десант оларақ чалышамыз. Эпысы идарелер өз адамларыны берділер. Умумен керечлерге ярдым етмек үшін 1,5 000-ден зияды адам келдім. 70-ден зияды техника нұсқасы желп етілді. 2 күн içinde шерні толу шекілде темізлемек вазифесі тұра. Оны норматив вазиетке кетірмек орта дәрежеде бір суткада 3-5-4 куб чөплік чықарылған. Темізлік десантына Қараман шерді емді Единая Россия ферқасының азалары қошылдылар. 2 күн девамында біз esas қысымны темізлемек керекміз. Бұндан сон шер акимиеті өзі япа білген іш қалажақ. Темізленecek шені темізледік. Шымды бұл суал чезілді. Туневін yolbaşçının тазминат музакере етілді. Шымды комиссия чалыша. Зарар көргенлерге енді 67 миллиондан зияды рубле төледілер. Епісі аризалар июнның 30-на же қабыл етілі. Султания Истакаева, Севиля Меметова ве Аким Бекиров, Миллет үшін Керач. Байырды кечірілген вақта памяти поколений пост номер 1 серлевалы ярышның ғаліплері белі олды. Жүмхурет муниципалитетлері шерефлі қарауылының ең яқшы теркібі деген номинацияда 3-ші ерні кефеде 3-ші санлы мектеп алды. Койде тасил мойселері арасында есе 1-ші ерге Ислам Терек қасабасының 2-ші санлы гимназиясы шықты. Девлет Дума мебусы Михаил Шеремет ғаліплеріні шақсен хайрлады, бұақта бізім лепқамыз. Эльчерпмалар Куванч ве Хурур Ислам Терек қасабасының 2-ші санлы гимназиясында Қырым мектеплері арасында кечірілген вақта памяти поколений пост номер 1 серлевалы конкурсының ғаліплеріні тағдырлеп башладылар. Ислам Терек 2-ші санлы гимназиясының юнармейцлері Қырымның кой мектеплері арасында кечірілген ватанперверлік ярышында 1-ші ерне чықтылар. Мен балаларнен үдманлар кечірдім. Біз 1-ші ер қазанырмыз деп үмітіте едік. Біз тұрыштық, бұна интылдық. Талебелерді өз мақсадларына ерішкенлері үшін аферін. Ең эсас бақшы шақықы Калашников автоматы. Құрышынны әрекетке кетірген қысым, әлбет блок етілді. Автоматны конкурсының лидерлеріне Девлет Дума мебусы Михаил Шеремет теслим еті. Охолощенный автомат вручили для... Біз балаларға бош автомат бағышладық. Олар оның тізілішіні, қавсызлық техникасыны огренмелері үшін. Шының үшін бойле ирішмелерге қуанамыз ве эпосы ожаларға 1-ші ерні қазанғанымыз үшін тешекүрлер білдірем.
Üçüncü sanlı Кефе мектебі Cumhuriyet муниципалитетлері Шерефлі Қараволының ең яқшы теркібі. Адлы номинацияда 3-cü yerге nail oldu. Yarışta Kırım'ın 400'den ziyade tahsil müessesesi katnaştı. Всякие нюансы были и в обмороке. Чешет аллар oldu. Hatta azırlık vakitinde esini cüyganlar oldu. Tabanlar aşaldı. Ama çidamlı olğanları için talebeler mükafat yerlerini kazandılar. Fahri yarıklar ve medallerden gayrı galipler için hem de tatlı bahşiş tort hazırlandı. Tantanalı mirasimnin sonunda Yunarmeyetçiler Devlet Duma mebusu ile beraber hatıra foto çektiler ve çay içtiler. Vatanperver yarış bunun bitmey. Kuzde onun nöbetteki basamağı başlanacak. Güzel Mambetova, Liliya İslamova, Alim Seydaliyev, Millet için İslam Terek rayonu. Kırım'da faal surette koronavirus'a karşı aşılama devam etti. Endi yarımadağa kelgen turistler de aşılama yapıp bileler. Kurort şehirlerde çıkış noktaları açıldı. Mevzunu Sultaniye Setakayeva devam edecek. Ялта поликлиникасында невбет коронавирустан қорчаланмаға істегенлерінің сайысы арта. Любовь Иванова Ялтаға ратланмақ үшін Сыктывкардан келді. Бір автоавелсі оның ақайы ашылама yapmaға қарар алды. Бүгін есе қадын өзі бірінші санчыны алды. Evde iş vaxtım yok. Şimdi ise ratlанмаға келдік. Faydalı işini hoş şeyinin birleştirmege karar aldık. Aşı екі компоненттен ибарет. Башында шынген иләжіні иритейлер, sonra санчы yapıla. Bu tez ve ağırsız keçи. Поэтому я даже не почувствовал, что... Güzel kız aşı yaptı. Bir şey duymadım. Aşı yapmak için yanınızda pasport, SNILS ve polis olmalı. Aşılamadan evvel mutlaka ekimnin bakıvı, kan basımı, nabız ve adamның sıcağı ölçülenili. 36 ve 1 sıcağınız yaxşı. Buyuk Ялтада да koşma olarak 3 çıkış brigadası ve 9 aşılama noktası çalışa. Birinci poliklinikada ise aşılamalarını tap yanvar ayında yapıp başladılar. Mında erkon 400'den ziyade adam müracaat etti. Doza yeterli. Bizde 2 çıkış brigadası çalışa. Onlardan birisi Sovetskaya meydanında cuma kunu sabah saat 11'den akşam 5'gece açık. Adamlar ketip nevbette turalar. Sançıdan son adamға hatırlatuf kitapçık berili. 3 gün devamında ekimnin tavsiyelerini riayet etmege kerek. Kırımda aşı eposu istegenlerge yapıla. Sultaniye Setakayeva, Vitaliy Golubov, Millet için Ялта. Kurman rayonunun Çonraf koyunda balabakça ve mektepnin çoktan beklenilgen kapital tamiratı yekunleyeti. İşler grafikten aldın alıp barıla, yanı okuv yılda balalar endi oңайтlı ve keyfiyetli odalarda tahsil alap bilecekler. Tafsilatlar Ayşe Şulakova'nın levhasında. Çonravkoy mektebining talebelari evde ya da lagerlerde rahatlangan vaqt olarning yerlerinde kurucular çalışalar. Bala kulkusi ve davuşları yerine elektrik texnikanın gurultusu eşitili. Мектептің капиталь тамиратыны мартның ортасында башлаған еділер. Умумен эпс ишлерге 21 миллион рублей айырылды. Мектеп açılғанından берлі бір кере тамир етілмеді. Бина ise 53 yıldan берлі тура. У нас стекла крыша. Дам ақа еді. Деварлар сез кечірмеген плитканен қапланған еді. Плитка бүтінлей қопқан еді. Табанлар бозуқ. Жан блоклары еріне ышық кечірмегенлер ерлеші еді. Вебутек тедбірлер салонында спортивзал ve ашхане odası da layık seviyede degiledi. Ашайт блокында эпсі диварлар демонтаж етілген еді. Яни ершені көтерген диварлар. Яңылары ғайрыдан тікленді. Таванлар япылды. Емде ер сыланды, кафель ерлештірілі. Тедбірлер салонында да айны вазиет. Яңыдан сыланды. Яңы спортзал бойынша шымды ағаштан таван төшелі. Bütün eski tellerini kanalizasiya sistemасыны dönüştürdüler. Eski pencereler yerine yanı plastikten yasalganları yerleştirildi. Şimdi ustalar ventilasyon sistemanen oğraşalar. Yanı okuv yılına bu 3 esas bina yanı kebe olmalı. Biz mектеп тамиратыны bekledik. Men tap 96 sene mektepni bitirgen edim. Ve 90-cı senelerde pencereler değiştirilmekten gayrı bir şey yapılmagan edi. Eski sitüf sistemasına da yanı omur berildi. Evvelleri mektep kısmen kızdırılaydı. 91 senelerden son sistemanın buzları tolu şekilde iritilgen son tek okuv odalarını tamirlemege kuch tapılgan edi.
Комшу ерде ерлешкен бала бақчада да кардиналь денішмелер көрінмекті. Мұнда да пенжерелер тыныштырылды, эски батареялар еріне земаневей радиаторлар қойылды. Бірінші қатта косметик тамират кечіріле. Хотелось бы побольше. Чоқча көлік кеді кістередік, мебель деніштірілмесіні. Ама шымды де бізні пек қовандырдылар, сақ олсынлар. Бізге бойле тамират яптылар. Шымды әнді біз өз күчлерімізнен косметик тамир ішлерінен оғрашамыз. Тыш қызметші ишлеріні графиктен алдын алып бара. 1 сентябрь күні әнді 520 талебе ве 100 мектеп чағына етмеген кенже білге күніні оңайтлы ве қымтавлы одаларда қаршылай жақлар. Айша Шулакова, Азиз Неметулаев, Милетичун, Курман районы. Қырымда эфир яқлы осымліклер екілуінің мейданлығыны 100-ден зияды гектарға арттырмаға ниетленелер. Бұндан ғайры Бақчысарай районында кираз жиылуы девам ете. Енді шефталі деп пышып башлады. Лезет веренклер қаршымасыны мұлберіміз Гүзел Мамбетова көрді. Лаванда деңізі чечек кокосы ветуслері боле дүлбер манзараны көрмек үшін теберті көйні беңлерже турист йол ала. Бұ ерде фотосессиялар кече, эфир яғлар сатын алына, илхам қыдырып келгенлерді бар. Бұ ажайып тюс, ажайып көрініш. Июнь айының көкі лаванда кенішлік. Бұ әлбетті қоқу. Бұлар әпісі берабер қошыла ве бөлі бір синтез пейда ола. Бізді шартлар уникаль олғаны үшін Қырым лавандасы француз чешетінден айрыла. Бөлі яғларының текрарланмас тәркібі бар. Був дистанциясы сувда яғ ерітілуі иле сырф гидролат әлде етілі. Белі эфир яғының концентратларından бойле ажайып шей олып чықа. Енді бір аптадан сон берекетні жиып башламаға ниетленелер. Қырымда эфир яғлы осымліклер экілівінің мейданлығыны 100-ден зияды гектарға арттырмаға ниетленелер. Аграрийлерінің планларында әр ел көлемні 100 гектарға арттырмақтыр. Ең илерілеген районлар бұл Бақчасарай ве Ахметжеттір. Біз огымызге ве Жұмхуриет yolbaşçısı огыне вазифе қойдық. Бұ елар девамында ақсаған әршені қайрыдан тіклемек. Вазифе белгіленді ве малия жеттен қол тұтылан. Біз әрбір регионда бұ юнеліште çalışамыз. Муэсиселер кенешлене. Біз ирі муэсиседе бұлынамыз. Күчіклерді бар. Салқымлар ағырлығындан пытақларны ашыға майыштыра. Күнеш ве яғмурлар яғаны себебінден мейда ирі ве сувлы. Амма бұнен берабер бұ пек назик шейдір. Оның үшін оны мұқайтлықнен жимақ керек. Ирісіні ириге қошамыз, уфақны уфақнен жиямыз. Сапчықларынен мұқайтлықнен қопарамыз. Қырымда кираз әр ерде осе, әң бұйық Бақчалар Бақчасарай районында ерлеші. Бұ сене берекет яқшы олды. Бір теректен 100 килоға же еміш жиыла. Бізі муэсисемізде мейданлық 100 гектарны тешкіл ете. Олардан 30-ы бұ мейва берген тереклер, шефталі ве кираз. Шымдықы вақытта бізде кираз жиылан. Жиылуының ортасына чықамыз. 12 тонна топладық. Кираз пышкенini оның татлылығы түсе ве да өлчісі көстере. Терек не қадар yüksek олса, еміш о қадар татлы ола дейлер. Умумен Жұмхуриетте енді 600-ден зияды тонна кираз жиылды. Хадимлер тоқтамаздан çalışалар. Кираздан сон шефталі пышы. Оларны жимақ ве құтуларға топламақ керек. Ел берекеті яқшы. Емшақ ве қатты бұсатылывға yollanılacak. Қатыжа сойларыны ташымақ мүмкін. Пештақталарда Қырым шефталилерні сентябрінің орталарына же тапмақ мүмкін олур. Умумен Қырымда 1000 гектар ерден 2000 тоннаға яқын мейва жимаға ниет бар. Гүзел Мамбетова ве Артур Чалы, Милетичун, Бақчасарай районы. Профессиональ боксчы Батыр Ахмедов доминиканалы сабық дүния чемпионыны Аргенис Мендесны техник нокаутқа yolлады. Тотушул қошма Америкалы штатларда кечті. Бұл енді ватандашымызның 9-шы ғалебесі шымды оз чекі категорияда WBA чемпион унваны үшін күрешежек. Мевзуна Айша Шулакова девам ете. Қырым топрағы өз қараманлары иле мешур кечкен авто девамында аман-аман Эркунь Ахметшітнің авалиманында халқара ярышларда ғалебе қазанғанларны қаршыладық. Шымды Сенев бетеки ғалебе иле ватанға профессиональ спортчы қайтты. Оның достлары ветуғанлары авалиманда унытылмас көрішів азырладылар. Евден бинлерже километр ұзақлықта Батыр Ахмедовға боксчылар рингінде яқынларының қол тұтывы етішмеді. Кечмішті девамлы ве қиын азырлықлар ғалебе. Бірқа Чучув, Ерве вақыт дыныштырылуы. Очень рад, очень горжусь.
Пек куванам. Америкада бойле yüksek seviyege erişken адаммен uzun vaqt devamında tanışılganımdan guruрланам. Боксчыны каршылаганлар арасында onun кичик мухлислери де болду. Мен о кебі күчлі ve cesur olmağa isteyim. Vatandaşımız Atlanta'da geçken boks akşamında dünya seviyesinde daha bir galibe kazandı. 8. raundda o sabık dünya çempionunu Dominikanlı Mendes'ni teknik nokaut'a yolladı. Bu seçim tutuşuvu oldu. Endi Batır Ahmedov bütün Dünya Boks Assotsiatsiyasının fikrince dünya çempionu unvanına resmi namzet oldu. 1,5 yıl kureşmedim. Ringni duymak gerek oldu. Biz onu nokaut etmege maksat koymadık. 12 raund geçirmege istedik. Lakin 9. raundda o çıktı. Kureşmekten reddetti çünkü pek zarar gördü. Yigitke onun adı layık. 30 yaşlı boksçının hesabında 9 galebe var ve kaydetmeli ki o boks ile 18 yaşında uğraşı başladı ve bu ertedegil Batır birden o güne büyük maksat koydu. Emek severlik, ısrarlık, çok saatlik idmanlar netice gösterdi. Olimpik oyunlarga bardım ve şimdi de inşallah unvan kazanmağa ve dünyada en belli boksçılar cedveline kirmege arzum var. Batır sol elinden çalışkan sportçı. Çelik darbeli boksçı yaşayışta alçak gönüllü ve merhametli oğlandır. Ama ringte bir kimseni acımay. Onun adı bütün Dünya Boks Assotsiatsiyasının cedveline kire. Şimdi Batır Kırım'da yaşay ve idman ete. Tutuşuvlarga hazırlanmak için Amerikaga katnay. Ağa kardeş Joel ve Antonio Diaslarda idmanlar geçire. Batır Ahmedov gelecekte WBA çempionu unvanı uğrunda kureşecek. Onu da Amerikalı Mario Barrios ve Britanyalı Gervonta Davis ile kuruşuvler bekley. Ayşe Şulakova, Maksim Golubov, Millet için. Бүгінге bu haberler Millet telekanalından ayrılmanız. Hayırlı akşamlar.